Логин және құпия сөзді енгізіп, жүйеге кіріңіз. Бюллетенге өтініш жіберу үшін мәзірдегі өтініштер бөліміне өтіп, толығырақ батырмасын басу керек. Сондай-ақ өтініш бергеннен кейін мүдделі батырмасын басуды ұсынамыз. Осы батырманы басу арқылы сіз мектепке дейінгі ұйымнан орын алуға мүдделіңізді растайсыз. Балабақшаға жолдама алу үшін сіз көру батырмасын басу арқылы бюллетенге өтініш жіберуіңіз керек. Өтініш жіберу үшін кезекке өтініш пен бюллетендегі төмендегі мәліметтер сәйкес келу керек. Оқыту тілі, елді мекені, жасы. Сіздің өтінішіңіз бен бюллетендегі мәліметтер сәйкес келген кезде өтінішті қалдыру батырмасы белсенді болады. Бюллетендер жалпы және мәртебелі қолжетімділікте болатынына назар аударуға кеңес береміз. Бюллетенге өтініш жібергеннен кейін сіз мектепке дейінгі ұйым қызметкерінің өтінішіңізді активтендіруін күтуіңіз керек. Сізге қызметкердің өтінішті активтендіргендігі және өтініштер терезесінде жолдама сізге қолжетімді екендігі туралы ескертіледі. Жолдаманы жүктеу үшін мәзірде хабарламалар бөліміне немесе өтініштер бөліміне өтіңіз. Толығырақ батырмасын шертіп, жолдаманы жүктеңіз. Сондай-ақ 5 жұмыс күні ішінде балабақшаға құжаттарды өткізу қажет. Әйтпесе өтініш 10 жұмыс күніне тоқтатын параққа түседі. Жолдаманың жарамдылық мерзімін соңғы күні 30 күнтізбелік күнге созуға мүмкіндік бар. Мектепке дейінгі ұйымға қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін электронды қабылдау жүргізіледі. Сіздің өтінішіңізде балабақша және топ туралы мәліметтер көрсетіледі.